СЗУ Extension School. СЗУ университетінің 5-ші факультеті. Не себепті? Қазір айтып беремін. Барлықтарыңыз білетіндей, СЗУ Extension School екі бағытта жұмыс жасайды. Ол біліктілікті арттыру курстары және де педагогикалық қайта даярлау. Қазіргі таңда тыңдаушыларымыз 10 бағытта оқып жатыр. Сонымен қатар екі бағдарламамыз мемлекеттік сараптамадан өтуде. Қазіргі таңда педагогикалық қайта даярлау бағдарламасын 73 тыңдаушымыз оқып жатыр. Ал 26 түлегіміз мектептерде жұмыс істеуде. Айтпақшы, бәрін қалай? биыл біліктілікті арттыру курстары бойынша 980-нен астам адамға қызмет көрсетілді. Үш жүзден астам мектеп және колледж директорлары мен 200-ден астам мектеп мұғалімдеріне 3 ауқымды форум және де конференциялар өткізілді. Соңғы 6 айдың ішінде 14 қысқа мерзімді курс өткізілді. Оның баяғы антикорға. Одан бөлек СЗУ университетінің 64 қызметкеріне 1 айлық Winter School бағдарламасы өткізілді. Мемлекеттік тізілімге 7 бағдарламамыз енді. Тағы бір бағдарламамыз сараптамадан өтуде. Бұл Мақсағайдың кабинеті. Біздің орталық тек қана мектеп мұғалімдері мен директорларына қызмет қана көрсетіп қоймай, студенттер мен мектеп оқушыларына қызмет көрсетеді. Мысалға, бізде Foundation бағдарламасында Қазақстан, Түркия, Якутия елдерінен студенттер оқып жатыр. Біздің орталықта ағылшын, түрік, қытай және қарыс тілдері оқытылады. Қаскелең қаласы бойынша 130-дан астам қала тұрғындары мен мектеп оқушылары дәл біздің орталықты таңдайды. Одан бөлек біздің орталық 250-ден астам СЗУ студентіне ағылшын тілі деңгейін анықтайтын тестті өткізіп, сертификаттарды табыстады. Ал визуалға келетін болсақ, СЗУ Extension School парақшасындағы оқырмандар саны 2000-нан 4000-ға, ал Language School парақшасындағы оқырмандар саны 1000-нан 2000-ға өсті. Қорытындай келе, алдағы уақытқа жоспарланған іс-шаралар өте көп. Just make it simple.